Оқиға үйге басып кіруден басталады. Анасы кішкентай қызы Селестаны не болса да шықпа деп сыбырлап, тез арада жасырып үлгереді. Ол телефонына ұмтылады, бірақ байланыс жоқ. Шкафтан тапанша алып, ішіне тығылады. Қылмыскер шкафты ашқанда ол оған оқ атпақ болады, бірақ тапанша бос болып шығады. Олардың арасында арпалыс басталып, қаскөй оны Селестаның жанындағы шатырдан лақтырып жібереді. Бір әйел Селестаға уайымдамауын, оның өз жазасын алатынын айтып сыбырлайды. Бірақ қылмыскер Селестаның анасын оның көз алдында буындырып өлтіреді. Әлгі әйел оқ атып, қылмыскерді қашуға мәжбүрлейді, бірақ Селестаның анасы қайтыс болып кеткен еді. Одан кейін оқиға 15 жыл алға жылжып, Самуэль Николас есімді адамның 5 жұлдызды қонақ үйге кіріп келе жатқанын көрсетеді. Бұл қонақ үйде егіз ағайындылар қабылдау бөлімінде жұмыс істейді. Том Картрайт есімді адам Flame of Fruits, жемістер жалыны деп аталатын ойынға келеді. Том конгрессмен. Ол картоп чипстерінің пакетін сатып алған және оның ішіндегі зат оны осы ойынның қатысушысы ретінде таңдаған. Байқаудың тағы бір жеңімпазы Билли Грей. Осы қонақ үйде Селестаның үйлену тойы өтіп жатыр. Ойынның келесі қатысушысы доктор Стивен, содан кейін тонау және кісі өлтіру бөлімінде жұмыс істейтін детектив Куин келеді. Олардан кейін соңғы және ең таңқаларлық қатысушы Аврора Дивера келеді. Билли Аврораға өзінің адамдардың портфелін өсіруге көмектесетін қаржы жоспарлаушысы екенін айтады. Аврора оған өзінің жоғары деңгейлі эскорт екенін және қызметтерінің өте қымбат екенін айтады. Қалған 3 қатысушы да келіп, өздерін таныстырады. Көп ұзамай оларға ойынның жүргізушісі Самуэль қосылып, сіздерді покер ойнауға және осы тамаша қонақ үйден 5 жылдық картоп чипстерімен және $20 миллион шығуға мүмкіндік беретін бақытты нөмірлі пакеттерді сатып алуларыңызбен құттықтағым келеді дейді. Куин Самуэльге оның жүзі таныс екенін айтады. Самуэль өзінің әр жерде кішігірім рөлдерде ойнайтын класындағы актер екенін және қазір осы покер турнирін жүргізіп жатқанын түсіндіреді. Доктор Стивен: біз Техас Холдем покерін ойнаймыз ба? деп сұрайды. Самуэль мұны растап, 3 раунд болатынын, содан кейін 1 сағат ас ішуге берілетінін айтады. Алайда ойын демеушілері кедергі болады деп санағандықтан көрермендер болмайды, бірақ ойын тікелей эфирде көрсетіледі. Бірінші ойын кешкі сағат 8-де басталуы керек. Содан кейін оқиға басында қайтыс болған әйел Томның әйелі, ал Селеста оның өгей қызы екені белгілі болады. Том әйелінің қатыгез қылмыстан қаза тапқанын сайлау науқандарында тақырып ретінде пайдаланған. Сағат 8-де бәрі бірінші ойынға барады. Ойын алаңы жан-жағынан камералармен қоршалған. Самуэль алға шығып, барлығын Flame of Fruit жалайпына Pappers Poker сайысына шақырады. Олар мұны Pappers Poker com сайтында тікелей эфирде көрсетіп жатыр. Әр қатысушы $10,000 чиптермен бастайды, ал жеңімпаз $20 миллион қолма-қол ақша алады. Бірінші раунд басталады. Конгрессмен ерте бастан алға шығады, бірақ кейін Аврора Аллен бәрін тігу жасайды. Детектив 4 тоғыздықты көрсетеді, бірақ Аврора Straight Flush, Street Flash көрсетіп ойында қалады. Бірінші раунд аяқталып, екінші раунд 1 сағаттан кейін басталатын болады. Олар лифтке мінгенде Аврора 5 минуттан кейін вестибюльдегі барда кездесейді дейді. Барда детектив Куин әйелінің осыдан 12 жыл бұрын көлік қағып кетіп қайтыс болғанын айтады. Том оны түсінетінін, өзінің әйелі де үйге басып кіру кезінде қаза тапқанын айтады. Қарақшы үйден $300 мен жалған Rolex сағатын алып кеткен және бірнеше жыл бұрын өлім жазасына кесілген. Доктор 20 жасында үйленгенін, бірақ әйелі оны ұсқынсыз, семіз кемпір үшін тастап кеткенін айтады. Содан бері доктор бойдақ болып қалуды жөн көрген. Билли Аврораға еңкейіп: егер сен жеңсең, мен ақшаңды 2 еселей аламын. Илон Маск қатысқысы келетін крипто келісіммен айналысып жатырмын дейді. Ол 50% табыс туралы айтып, өзінің 87% сәттілік көрсеткішімен мақтанады. Сосын Аврора бәріне: мен бөлмеме барып, ванна қабылдап, өзіме ләззат сыйлаймын дейді. Мұны естіген еркектердің бәрі ерекше толқиды. Осы арада Том қонақ үйде жүріп Селестаның үйлену тойындағы суретін көріп қалады. Бұл оның жүзіне күлкі ұялатады. Куин дәлізбен келе жатып, өзінің есімі аталып жатқанын естиді. Ол дауыстың соңынан еріп дәліздің тереңіне барады. Дауыс: Куин, сен не істедің? деп сыбырлайды. Куин бір бөлмеге қарап, бетперде киген бірнеше әйелмен қолына тапанша ұстаған ер адамды көреді. Бірақ сол сәтте оның артында қабылдау бөліміндегі егіздер пайда болады. Куин оларға көрсету үшін есікті қайта ашады, бірақ бөлме бос, бәрі жоқ болып кеткен. Егіздер оған бұл жерде газ шығып кеткенін, сондықтан қонақтардың кейбір нәрселерді көріп жатқанын айтады.
Осыдан кейін Том ақыры Селестаны кезіктіреді. Екеуі бір-бірін көрмегелі көп болған. Том оған: «Кешір, анаң өлтірілгеннен кейін мен есеңгіреп қалдым. Сені алысқа жібермеуім керек еді, бірақ баланы жалғыз қалай тәрбиелеуді білмедім» дейді. Бірақ ол Селестаның тұрмысқа шыққанына шынайы қуанышты. Селеста оны қабылдауға шақырып, «Турнир аяқталғанда келе аласың» дейді. Осы арада қонақ үйдің екінші жағында Селестаның күйеуі доктордың көзінше кенеттен есінен танып қалады. Доктор оған тек салқын су керек екенін айтады, бірақ кейін доктордың өзі бүйрегінің тұсынан қатты ауырсынуды сезінеді. Бүйрегі шығып, тура өз қолына түседі. Бірақ мұның бәрі жай ғана түс болып шығады. Содан кейін екінші раунд басталады. Аврора соңғы орында, Том үстелде көш бастап тұр. Одан кейін Куин, Билли үшінші, ал доктор Стивенс төртінші орында. Ойын барысында Самуэль тікелей эфирге келіп жатқан пікірлерді оқиды. Екінші раундтың соңында Аврора 17:00 көш бастайды. Том оның сәл артында. Куин мен Стивенс 7:00-нан тең түседі, бірақ Биллиде тек 4:00 қалып, ол банкрот болудың аз-ақ алдында тұр. Соңғы раунд 1 сағаттан кейін басталады. Билли лифттен шыққанда Селеста күйеуіне: «Мені алдап кеткен адам осы» дейді. Күйеуі Биллидің соңынан айқайлап: «Менің әйеліме не істегенің есіңде ме?» деп ұмтылады. Билли бірден бөлмесіне қашады. Ол Селестаға не істегенін тіпті есіне түсіре алмайды. Билли бәрібір ұтылып жатқандықтан ойынды тастап кетуге шешім қабылдайды. Қабылдау бөліміндегілер оны тоқтатпақ болады, бірақ Билли олардың жанынан өтіп таксиге отырады. Ол көзін жұмады, бірақ келесі сәтте өзін қайтадан қонақ үйдегі люкс бөлмесінде табады. Билли Paperspoker.com сайтын ашады. Онда ешқандай тікелей эфир жүріп жатқан жоқ, және интернеттің еш жерінде Самуэль Николас туралы ақпарат жоқ. Билли бірден Куинге барып, бәрін айтады. Куин Биллиді оны қорқытпақшы деп ойлайды, бірақ Билли: «Мен кетпекші болдым, бірақ кете алмадым» деп талап етеді. Сонда Куин интернетті өзі тексереді, және сондай нәтиже алады. Кейін Куин Биллиге өз басынан өткен оқиғаны айтады. «Егіздер газдың кесірі» деді, «бірақ мен не көргенімді білемін, бұл елес емес еді». Ол Биллиге 4 блок жерде полиция бөлімшесі бар екенін, және өзі сонда баратынын айтады. Қабылдау бөліміндегілер оны да тоқтатпақ болады, бірақ Куин шығып кетеді. Сыртта ол ешкімді көрмейді, бүкіл аймақ бос. Куин «Тәубеге кел, repent» деген плакатты көреді, және қаншалықты жылдам жүгірсе де, қайтадан бастаған жеріне орала береді. Ол плакаттан өте алмайды. Ол қонақ үйге қайтып оралады. Оның телефонында байланыс жоқ. Куин бұл оғаш жағдайды қалғандарына көрсетеді. Тіпті Google-да қонақ үй туралы ақпарат жоқ. «Доктор, бұл Squid Game, кальмар ойыны сияқты ма?» деп сұрайды. Билли: «Ол кино еді» деп жауап береді. Олардың бәрі Самуэльге барып, не болып жатқанын және бұл жердің не екенін сұрайды. Самуэль камераларға қарап, оларды вестибюльге апарады. Ол: «Мен де интернетке кірдім, мен туралы барлық ақпарат өшірілген, тіпті амды парақшамда жоқ. Мені қашықтан жұмысқа алды, кеше келгенімде бөлме дайын тұрды» дейді. Ол бұл енді елес болуы мүмкін емес екенін, өйткені Билли мен Куин кете алмағанын айтады. Мұны бір жола шешу үшін олардың бәрі қонақ үйден бірге шығады. Бұл жолы көшеде басқа адамдар бар. Олар «Тәубеге кел» плакатының қасынан өтеді, бірақ сол сәтте оларды жүк көлігі қағып кетеді. Келесі сәтте олар қайтадан покер үстелінде отырады. Самуэль: «Бұл қорқынышты түс» дейді. «Доктор, бұл қандай да бір сынақ шығар, біз тәжірибедегілерміз» дейді. Билли: «Біз өліміз» деп кесіп айтады. Том: «Жоқ, мен өгей қызымды көрдім, ол шынайы еді, біз тіріміз» деп басын шайқайды. Самуэль: «Мүмкін біз мұнда бір себеппен келген шығармыз. Өмірлеріңізде өкінетін іс жасадыңыздар ма? Қандай да бір сұмдық нәрсе істедіңіздер ме?» дейді. Аврора бірінші болып мойындайды. Ол бір адамды өлтірген. Ол адам одан өзін буындыруды сұраған, ол солай істеген, бірақ буындыру шынжыры тым қатты болып шыққан. Ол оны тұншығып жатқан жерінде қалдырып кеткен, және ол қайтыс болған. Доктор өз оқиғасын бастайды. Әйелі кетіп қалғаннан кейін, ол жеткілікті ақша тапса, оны қайтара алатынына өзін сендірген. Сондықтан ол құмар ойындар ойнай бастаған, бірақ қарызы көбейіп кеткен. Сол кезде ол бүйрек алу үшін әрқайсысына $20,000 ұсынған адамды кезіктірген. Солайша доктор адамдардың сап-сау бүйректерін ала бастаған. Әйелі ешқашан оралмаса да, ол мұны істей берген. Билли келесі болып сөйлейді. «Мен ешкімді өлтірген жоқпын, бірақ мен алаяқпын.
Ол адамдардың ақшасын ұрлайды. Ол бір қарт ерлі зайыптың бүкіл жинағын тартып алып, оларға инвестицияңыз күйіп кетті деп айтқан. Қарт кісі Биллиге тапанша кезенген, бірақ оны атудың орнына өзін-өзі атып өлтірген. Содан кейін детектив Куин өз оқиғасын айтады. Әйелі қайтыс болғаннан кейін ол жолдан адасқан. Пара алған, ұрлық жасаған, жазықсыз адамдарды түрмеге жапқан және бір рет адам өлтірген. Ол бір адамның сөмкесінен есірткі мен үлкен көлемдегі ақшаны көріп қалып, сөмкені иемдену үшін ол адамды ойланбастан өлтіріп тастаған. Содан кейін конгрессмен Том өз оқиғасын бастайды. Бұл оны әйелі қайтыс болған күнге қайта апарады. Оның әйелі Анна отбасындағы бай адам болған. Егер ол Томмен ажырасса, Том тақырға отыратын еді. Сондықтан Том өз әйелін өлтірген. Ол оның өлімі мен байлығын саяси мансабы үшін негіз ретінде пайдаланған. 11 жылдан кейін бір үйсіз адам кінәлі деп танылып, Том оның өлім жазасына кесілгенін тамашалаған. Оның жалғыз өкінетіні әйелін Селестаның көз алдында өлтіргені. Ол Rolex сағаты мен әшекейлерді әлгі үйсіз адамға өзі тастап кеткен. Том әйелін жек көрген, жаңа өмірді қалаған. Енді мұндағылардың бәрі бір-бірінің естеліктерін шынайы өмірдегідей көріп отыр. Осыдан кейін олардың бәрі өз бөлмелерінде оянады. Көргендеріне сене алмай қайта жиналады. Олар Самуэльден басқасының бәрінің күнәсіне куә болды. Олар қонақүй қызметкері Дантеден Самуэльдің қайда екенін сұрайды. Данте Самуэльдің соңғы акт үшін киініп жатқанын айтады. Олар одан бұл жерден қалай шығуға болатынын сұрайды. Данте, сендер мұнда бір себеппен келдіңдер. Сендер енді ақша үшін емес, аман қалу үшін ойнап жатырсыңдар. Өйткені соңғы раундта тек біреуің ғана аман қаласыңдар. Тек біреуіңнің ғана өзіңді ақтауға мүмкіндігің болады дейді. Куин, егер мен ойнағым келмесе ше? Деп сұрайды. Данте, ешкім сені мәжбүрлемейді, бұл басқалардың жеңуіне мүмкіндік береді деп жауап береді. Ол бәріне бөлмелеріне барып, соңғы раундқа дайындалуды ескертеді. Бөлмесіне оралған Куин не болса да жеңу керек деп ойлайды. Ол сыртқа шыққан сәтте бір дауыс оған. Доктор сені күтіп тұр деп сыбырлайды. Куин тікелей доктордың бөлмесіне барып, оның тамағын орып өлтіріп тастайды. Содан кейін Аврораның есігіне барып, доктор өлді, деп айқайлайды. Аврора есікті ашқан сәтте Куин оған шабуыл жасап, буындырып өлтіреді. Кейін өрт сөндіргішті алып, Биллиге басып кіреді де, оны ұрып өлтіреді. Том бассейнде жүзіп жүрген еді. Куин суға секіріп, оны батырып өлтіреді. Тек Самуэль ғана қалады. Куин, кенеттен сен жұмыссыз қалған қорыққан актерге ұқсамай қалдың дейді. Ол ергежейлінің Дантенің егер ешкім қалмаса, өзі жеңетінін айтқанын қосады. Самуэль жымиып, сен менің сүйікті қатысушымсың, өте қатыгез, зұлым және өзімшілсің дейді. Куин, мен оларды өлтірдім, мен соңғысымын. Енді үйге кеткім келеді дейді. Самуэль күледі де. Бұлай болмайды дейді. Самуэль Куинді атып өлтіреді. Сосын, енді тұра берсеңдер болады дейді. Куин өлтірген әрбір адам қайта тіріледі. Куин де тұрады. Самуэль оларға. Соңғы карталар таратылмайынша мұнда ешкім өле алмайды. Бірақ енді басқалар саған қатты ашулы, өйткені олар сенің қатыгездігіңді өз бастағынан өткерді дейді. Басқалары жүгіріп келіп Куинге айқайлай бастайды. Олар Самуэльге бұрылып, сен шын мәнінде кімсің? Сен сайтанға ұқсайсың деп сұрайды. Самуэль мұны қалыпты теңеу, клатч деп атайды. Ол әрқайсының мәңгілік тозаққа баратынын, бірақ қазір біреуіне сол тағдырдан құтылуға мүмкіндік берілетінін түсіндіреді. Самуэль, менің демеушім құтқарылу идеясын жақсы көреді, сондықтан бұл ойын жасалды дейді. Ол шартты айтады. Олар тек бір қол ойнайды және бәрі алын жасайды. Біреуі шығады, қалған төртеуі тозаққа кетеді. Билли, ал ақша ше? Деп сұрайды. Самуэль, ақша жоқ деп жауап береді де, ақшаны өртеп жібереді. Барлығы покер үстеліне отырады, бірақ ойын басталмас бұрын оларға осы үстелде отыруларына себепші болған бір адам бар екені айтылады. Оқиға конгрессмен Томнан басталады. Ол кішкентай Селестаны сол сұмдыққа куә болуға мәжбүр етті, сосын оны маскүнем биологиялық әкесіне жіберді. Селеста онда тек бір ай болды, кейін балаларды қорғау қызметіне алынды. Одан кейін ол 6 түрлі патронатты отбасынан өтті. Сонымен қатар 16 жасында оның аппендициті асқынып, сол кезде доктор Стивен оның бүйрегін ұрлап алды. Бұл ота Селестаны тұрақты азапқа қалдырды.
Оның ауырсынуды басатын дәрілері таусылғанда ол жеңілдікті басқа жерден іздеді. Бірақ бұл өмірдің өз құны болды. Осы жерде детектив Куин пайда болады. Ол Селестаны өзінің қатысы жоқ тонау үшін тұтқындады. Куин мұны жақсы білді, бірақ қыздың оны дәлелдейтін жолы болмады, өйткені одан есірткі тапқан еді. Енді түрмеге түспеу үшін ол Куин не айтса, соны істеуі керек болды. Куин қаладан шығып кеткенде, оның серіктесі қыздың өмірінде оның орнын басатын. Селеста ақыры бұдан былай істемеймін дегенде, Куин оны түрмеге жауып, ол онда 3 жыл отырды. 21 жасқа толғанда ол босап шығып, анасының өсиеті бойынша $200,000 мұраға алды. Сол кезде Билли оның өміріне келді. Ол оны ақшаны инвестициялауға және өсіруге көндірді. Ол оның сеніміне кіріп, барлық ақшасын ұрлап кетті. Самуэль Биллиден мұны қанша адамға істегенін сұрайды. Билли: "Білмеймін" дейді. Самуэль оған: "56 бейшара жан" дейді. Бүкіл ақшасынан айырылғаннан кейін 2 ай өткен соң, Селеста бұл оның соңғы реті болатынын білмей, өз бетінше дәріленді. Ол 22 жасында қайтыс болды. Мұның бәрін естіген үстелдегі әрбір адам істеген істерінің ауырлығын сезіне бастайды. Олардың әрқайсысы осы баяу жүзеге асқан кісі өлтіруге жауапты. Куин: "Ал Аврора ше?" деп сұрайды. Самуэль: "Оған да келеміз" деп жауап береді, бірақ оған дейін соңғы қол ойналуы керек. Самуэль карталарды таратады. Покер тарихында бұдан жоғары ставка болған емес. Куин бірінші болып карталарын ашады және жымиып Queens over Jacks, валеттер үстіндегі дамалар екенін көрсетеді. Бірақ Билли 4 ондықты, ал оның үстіне доктор 4 валетті ашады. Мұндай мүмкіндік 4164-тен 1-ге тең. Бірақ Томда одан да жақсырақ нәрсе бар. Ол Straight Flush, Street Flush көрсетеді. Аврора Street Flush'ты қалай жеңуі мүмкін? Бірақ ол тек жымияды, өйткені оның қолында Royal Flush бар. Басқалары мұның бәрі қолдан жасалған деп айқайлай бастайды. Сол кезде шындық ашылады. Аврора Селестаның өзі. Аврора оның ойдан шығарылған досы және қорғаушы періштесі болған. Оны тек Селеста ғана көре алатын, және ол әрқашан оны қорғап жүретін. Аврора оны басынан бері жұбатып келген. Селеста әрқашан Аврора болғысы келген, және бұл ойында ол ақыры соған айналды. Том Селестадан кешірім сұрайды. Куин де одан кешіруін өтінеді. "Доктор, осындай іс жасаған әрбір адам үшін кешірім сұраймын" дейді. Тіпті Билли де өкініштің ауырлығын сезінеді. Селеста оларға: "Мен сендерді кешіремін" деп күлімдеп Самуэльге қарай жүреді. Самуэль: "Сендердің кешірімдерің шынайы, жүректен шықты. Бұл жер Құдай өзінің шексіз мейіріммен кешіретін шіркеуге ұқсап бара жатыр. Бірақ өкінішке орай, бұл шіркеу емес, ал мен Құдай емеспін" дейді. Ол олардың әрқайсысын тірідей өртеп жіберіп, тура тозаққа аттандырады.